Сәлем достар, сіздермен бірге Кубилаев арнасы. Бүгін біз 4-4 кубирумен жинаудың екінші бөлімін бастайтын боламыз. Ал ендеше біз міне біздің алдымызда 4-4 кубирубик дайын тұр. Біз алдыңғы видеода осы 4-4 кубирубигінің центрлерін құрадық. Енді біз келесі ол ребра. Ребра не екенін білгеніңіз келсе, онда бізден үште мына жерлер болады ғой, мына жерлері, бұл жерлер ребра деп аталады, ребра. Бізде сонда 4-4 кубирубигда ребра, осы мына екеуі болады. Енді біз бұл жерде ребрасын құрау үшін бізге бір-біріне ұқсайтын түстерді табуымыз керек. Мысалға, мына жерде ақ көк. Бұны менде өзімде осындай формула бар. Мынаны осылай түсіреміз. Осындай жағдай келгенде осылай түсіреміз. Мынаны солға бұрамыз да мына жақта түсіреміз. Сонда бізде мына көк пен көк бірдей. Бізде енді осындай кезде біз былай істейміз. Осылай R, сонымен жоғары U, R штрих, F, сонымен мынаны түсіреміз да, мынаны жоғары көтеріп, осылай істейміз да, сонымен бүйтіп істегенде бізде мына бір ребра құралады. Яғни біз дәл осындай етіп бүкіл жағынан істеп шығуымыз керек. Ол қатты қиын емес. Егер бір үлгісін көріп алсақ, ол ешқандай қиын болмайды. Ал достар, міне бізде осы 4-4-тің ребралары құралды. Енді біз деген осындай үш этаптан бөлінеді. Яғни мен алдыңғы жолы бірінші этап, яғни центрлерін, екінші этап, яғни екінші уровень, екінші этап десек те болады. Бұл ребраларын құрау. Енді соңғы үшінші этап, ол 3-3 сияқты құрау. Егер 4-4-ті бастап құрайтын болсаңыздар, біріншіден 3-3-ті құрап білулеріңіз керек. Өйткені 3-3-те көптеген формулалар, көптеген бұрылыстар болады. Ал 4-4 одан қарағанда кішкене қиынырақ. Енді 3-3 сияқты құрай береміз. Ол сіздер оны білесіздер. Сондықтан оны сіздерге үйретпей ақ қойсам да болады. Жаңа достар 3-3 сияқты құрай береміз дедім ғой. Бірақ 4-4-те бір жаман жері бізде ребраларда, мысалы бізден 3-3-ті құрағанда тек осылай, сонымен осылай келеді ғой. Міне жартылай крес, сонымен дүзеуінен крес келеді, немесе тек ортасы ғана дұрыс келеді. Бұнда да дәл сондай, бірақ бізде біреу ғана. Біз егер мынаны кәдімгі дүзу сияқты істейтін болсақ, F, R, пипа, содан кейін қайтып жинап келгенде бізде бір бөлшек жетпей қалады. Бұндай кезде біз деген мынандай былай істейміз. R2, ішкі, содан кейін B2, U2, мынаны түсіреміз, U2, мынаны түсіреміз тағы
r штрих, содан тағы да u2, мына көтереміз, u2, содан кейін f, мынаны көтереміз, содан кейін тағы да f, мынаны жоғарыға көтереміз да b2, содан кейін қайтып айналдырғанда бізде крестик пайда болады. Ары қарай 3-3 сияқты құрай береді. Бізде осындай жағдай келеді. Мысалы, қалған екеуі келіп тұрады да, мына екеуі келмей қалады. Бұндай кезде кәдімгі 3-3-тегі формуланы қолданамыз. Міне жасадық. Бірақ бізде мына екеуі әртүрлі болып қалды. Бұндай кезде біз бүйтеміз. Қай жағынан ұстасақ та бәрібір, бірақ те осындай таза жағынан ұстамаймыз, осылай ұстаймыз. R2, U2, тағы да R2. Содан кейін мына жерден тағы да U2 емес, мына екі ортасын бар емес пе? Соны бірге көтереміз, бірге қозғаймыз. Содан кейін R2, содан кейін бүйтіп алғанда бізде 4-4 кубик рубигі. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Біз осы видеода 4-4 кубик рубигі жинауды аяқтадық. Егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, қолдап, басқа да достарыңызға таратыңыздар. Ал келесі видеода жарыс өткізетін боламын. Бірақ кіммен өтетінін мен айтпаймын, өйткені сіздерге қызықты болу үшін. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.